Баршаңызға Алланың сәлемі болсын, құрметті көрермендер. Амансыздар ма? Алла тағалаға сансыз мақтаулар, пайғамбарымызға сәлем айтып және салауат жолдап, өздеріңізге жақсылық тілеп, бүгінгі видеомызды бастайық. Бүгін сіздерге жаратушыға жақындататын 8 амал туралы айтпақшымыз. Бірінші амал – қыз бала тәрбиелеу. Алла елшісі: кімде-кімнің 3 қызы дүниеге келсе, сол 3 қызының қиыншылығына шыдап, қуанышымен бөліссе, жақсылап тәрбиелесе, жеткізсе, Алла тағала осы қыз балаға жасаған рақымы үшін ол кісіні өз жұмағына кіргізеді дейді. Осыны естіп тұрған бір сахаба: «Уа, Алланың елшісі, егер 2 қызы болса ше?» деп сұрады. «2 қызы болса да жұмаққа кіреді» деген жауап естіді. Әлгі сахаба: «1 қызы болса ше?» деп сұрағанда, ол қызды жақсылап тәрбиелеп өсіріп жеткізсе, онда жұмаққа кіреді деген жауап берілді. Ал Анастан жеткен риуаятта Алла елшісі: 2 қызға бой жеткенше қамқоршы болған адам қияметте менімен осындай жақын болады деп саусақтарын біріктіріп көрсеткен. Екінші амал – хайуандарға рақымшылық жасау. Хадиске сәйкес, бір кісі жол үстінде келе жатқанда оны қатты шөл қысады. Ол айналасына қарап су іздейді. Сол маңнан құдық табады. Ол құдыққа түсіп шөлін қандырады да, Құдайға шүкірлік етіп, өзін бұл құдыққа тап қылып, сусынын қандырған үшін Алла тағалаға мадақ айтады. Сөйтіп тұрғанда шөлден тілі салақтаған бір итті көзі шалады. Иттің қатты шөлдегені соншалық ылғал топырақты жалап тұр екен. Оны көрген әлгі кісі: «Менің басыма түскен хал мына итке де түсіпті-ау» деп құдық ішіне қайта түсіп, аяқ киіміне су толтырып шығып, әлгі итке су береді. Алланың елшісі бұл әңгімені аяқтай отырып: Алла тағала ол адамға разы болып, оған мейірім жасады деген. Алла тағала бұл кісінің хайуандарға жасаған рақымшылығы мен қайырымдылығы үшін оның күнәларын кешкен екен. Жаратушыға жақындататын 3-ші амал – ешкімге қол жаймау. Қанағат Алладан өзгеден дәметпеу. Қанағат жан дүниеңе рахат сыйлайды, өйткені Алланың разылығы үшін қолдағы барыңның қадірін білу. Қанағатшыл болу адам бойындағы асыл қасиеттердің ең көркемі. Қай салада болмасын, ертелі-кеш қоғамдағы құбылыстың барлығы тіршілік иелеріне әсерін тигізіп қоймайды. Алла ризықты беріп қойып, қанағатыңды сынайды. Ислам діні адамдарға қанағатшыл болуды өсиет етуде. Қанағат дегенде аз ғана тірлік істеп қоя салу емес, күші жететіндей, қолынан келетіндей жұмыс істеуі мұсылман кісінің міндеті болып есептеледі. Аз болама, көп болама, оған қанағат ету негізгі мақсат. Пайғамбарымыз қанағатшыл адамдарды бақытты адамдарға теңеп кеткен. Қанағат етуші кісіге дінімізде үлкен табыс бар. Алланың елшісі: ислам жолына түскен, өмірінде жетер-жетпес ризығы болып, соған қанағат еткен кісіге жәннаттағы туба ағашы нәсіп болады деген. Келесі амал – отағасының мүлкінен садақа беру. Әйел адамның өз ерінің мүлкінен берген садақасының сауабы ерлі-зайыптылардың екеуіне де жазылады. Мұхаммед пайғамбарымыз: егер әйел адам ақылға қонымды шекте ерінің қаражатынан садақа берсе, немесе тамақ таратса, сауапқа ие болады. Бұл жақсы іс үшін осы қаражатты тапқан еріне де сауап жазылады. Біреудің сауабы басқаларды төмендетпейді деген. 5-ші амал – саудадағы адалдық. Ислам діні адал, таза саудагерлердің бұл өмірдегі адалығы үшін ақыреттік сыйлығы жұмақ екенін сүйіншілейді. Адамзаттың ұстазы Мұхаммед пайғамбарымыз бір хадисінде: сенімді, дұрыс сауда жасаған кісі қиямет күні пайғамбарлар, турашылдар және шәһидтермен бірге болады деген. Ислам сауда жасауда адалдықты талап етіп, таразы мен өлшемде әділ болуды бұйырады. Бұл хақында Құранда: өлшемде әділ болыңдар, таразыдан жемеңдер деген. Әрқайсысы өз жолдарымен кетпейінше сатып алушы мен сатушыда таңдау болады. Егер олар шыншыл болар болса, саудаларында береке болады. Ал егер қайсы бірі әлденені жасырын қалдырып, бір-біріне жалған сөйлер болса, саудаларынан береке қашады деген ескертулер хадистерде келген. Адамды Алла тағалаға жақындататын 6-шы амал – жақыныңа жақсылық жасау. Алла тағаланың осы дүниеде адам баласына берген сыйлықтарының бірі – бұл ағайын туыстары. Жылағанда жұбататын, қиналғанда арқа сүйерің, қуанғанда қуанышыңды бөлісетін, өкпелесек назыңды көтеріп қателігімізді кешіре білетін тек ағайын туыстарымыз ғана. Адамдардың барлығы ағайын туыстай бола бермейтіні шындық. Туыстық қарым-қатынасты халқымыз қашанда жоғары қойған. Туысқандық қарым-қатынасты нығайту дінімізде уәжіп, ал олармен қарым-қатынасты үзу дінімізде қатаң тыйым салынған істерден болады.
Жалпы жаратқаннан шынымен қорқатындар туысқанын сыйлап, олармен тығыз байланыста болады. Ардақты пайғамбарымыз. Кімде-кім мұсылман бауырының қажетіне жараса, Алла тағала да оның қажетін өтейді. Кімде-кім мұсылман бауырының қайғы-мұңын сейілтсе, Алла тағала оны қиямет қайымның бір қайғысынан құтқарады. Сондай-ақ кімде-кім мұсылманның айыбын жасырса, Алла тағала да қиямет күні оның айыбын жасырады. 7-ші амал — ата-анаға дұға ету. Адам баласы қайтыс болған кезде амал дәптері жабылады, тек мына 3 кісінің амал дәптері жабылмайды. Жария садақа жасаған, өзіне пайда берген, білім және дұға қылатын салихалы ұрпағы. Яғни қайтыс болғаннан кейін ата-анасы үшін баласының Алладан олардың күнәларын кешіре гөр, оларды жәннатқа кіргізе гөр деген дұғасы пайда береді екен. Алла елшісі былай деген: расында жәннатта бір адамның дәрежесі көтеріледі, сонда ол маған бұл дәреже қайдан келді, мен мұндай болатындай амал жасамадым ғой дейді. Сонда періштелер оған: бұл артыңда қалған балаңның сен үшін Алладан кешірім сұрағаны дейді. 8-ші амал — кісі артынан дұға ету. Бір мүміннің басқа дін бауырына оған білдірмей, яғни артынан жасаған тілек дұғасын Алла тағала қабыл етеді. Бұған ғиябта өзіне білдірмей, оның хабарынсыз дұға ету делінеді. Бетпе-бет етілген дұғаға рия, көз бояушылық араласуы мүмкін, бірақ артынан етілгенде тек Аллах разылығы үшін дұға етілген болады. Алла разылығы үшін жасалған тілек дұғаларды Алла тағала қабыл етеді. Дін бауырына оның хабарынсыз дұға еткен кезде Алла тағала бауырымыз үшін сұраған нәрсені алдымен бізге береді. Хадис шәрифтерде былай делінген: бір мұсылманның дін бауырына оның хабарынсыз артынан еткен қайырлы дұғалары қабыл болады. Ол дұға еткенде бір періште: әмин, бауырың үшін сұрағаның саған да берілсін дейді. Жаратушыға жақындататын 8 амалды қайталап өтсек: қыз бала тәрбиелеу, хайуандарға рақымшылық жасау, ешкімге қол жаймау, отағасының мүлкінен садақа беру, саудадағы адалдық, жақыныңа жақсылық жасау, ата-анаға дұға ету, кісі артынан дұға ету. Міне, құрметті көрермендер, осындай амалдар арқылы Алла тағалаға жақындай аламыз. Осындай мүмкіндіктерді бізге нәсіп еткен жаратушы иемізге сансыз мақтаулар болсын. Көріп отырған әрбір жанның дұғасын Алла тағала қабыл етсін деп тілек білдіреміз. Назарларыңызға мың алғыс. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Құрметті көрермендер, сіздер үшін арнайы жинақталған Құрандағы 40 дұға электронды кітапшасы сатылымда. Кітапшада ризық, отбасы бақыты, иманды күшейтетін дұғалар, тағы да басқа тақырыпта дұғалар бар. Бағасы 50% жеңілдікпен бар болғаны 1000 теңге. Сонымен қатар әр сатып алушыға сыйлыққа 5 керемет электронды кітапша беріледі. Асығыңыз, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз, экранда көрсетілген нөмірге жеңілдік сөзін жазыңыз да төлем жасап электронды кітапшаларды бірден алыңыз.